Мен 8 жаста болған кезде мен әжемнің үйінде Эквадорда тұрдым. Көршілер жиі ата-анаммен сөйлесіп, біз үйде жоқ кезде терезелердің жанында көлеңкелер қозғалып жүргенін көргендерін айтатын. Біздің бірінші ойымыз біреу үйге кіріп кеткен шығар деген ой болды. Бірақ ешқашан ештеңе жоғалмайтын, бәрі өз орнында. Көршілер біздің үйге бірдеңе бар екеніне сенімді болды. Олар тіпті мерекелерге де үйге кіруден бас тартты. Олар бізге священник шақырып, жаман рухтардан құтылу керек деді. Бірақ ата-анам мұндай нәрселерге сенбейтін. Кей түндері мен баспалдақтан біреу көтеріп жатқандай дыбыс еститінмін. Баспалдақ өте ескі болатын. Біреу басса қатты сықырлайтын. Бірақ тексерсем ешкім болмайтын. Сонда мен төсегіме жүгіріп барып, көрпемен басым жауып ұйықтап кететінмін. Бір түнде сағат 12:30 шамасында біреу есікті қатты қағып айқайлай бастады. Бәріміз тұшып қойдық. Әкем мылтығын алып, маған және анама бөлмеден шықпауымызды айтты. Сосын ол көршінің атын айтты. Көрші біздің артқы аулада су құбыры жарылып кеткенін айтты. Су оның үйіне шашырап, терезесінің бәрін сындырған. Әкем күрек алып, құбыр жердің астында болғандықтан оны қазып көруге кетті. Біраз уақыттан кейін олар тағы материал керек екенін айтып, мені артқы аулада жалғыз қалдырып кетті. Артқы аулада жарығы өте аз еді. Тек айдың жарығымен 1 квартал жердегі шам ғана бар. Мен ашуландым. Қалай олар 8 жастағы баланы қараңғыда жалғыз қалдырып кетеді? Бірақ ештеңе демедім. Жай ғана отырдым. 10 минут өткенде мен көзім шетіне бірдеңенің өте тез қозғалғанын байқап қалдым. Мен қатып қалдым. Жүгіргім келді, бірақ қозғала алмай қалдым. Қатты қорқып кеттім. Айқайлағым келді, бірақ айқайлай алмадым. Тек көзімді ғана қозғалта алдым. Мен айналаға қарап, не жүгіргенін іздедім, бірақ ештеңе көрмедім. Сосын оң жаққа қараған кезде өмір бойы есімде қалған бір нәрсені көрдім. Менің ойымша, ол шайтан болды. Бойы өте ұзын, шамамен 7-8 фут. Ұзын, жіңішке аяқтары бар, бірақ денесі өте күшті. Басынан ұзын бұрылған мүйіздер шығып тұрды, көздері қараңғыда жарқырап тұрды. Ол мен жанынан жүгіріп өтті де маған қарады. Бірақ маған ештеңе істемеді. Олар ешкі немесе қой болуы мүмкін еді. Бірақ мен ешқашан осынша үлкен және адам сияқты 2 аяқпен жүгіретін қойды көрмеппін. Ол жүгіріп кетті, ал мен көршінің үйінің жанындағы үлкен ағаштардың артына тығылдым. Сол кезде ғана қозғала алдым. Мен бар досыма айқайлап жылай бастадым. Әкем мылтығымен жүгіріп келді де не болғанын сұрады. Мен көргенімді әкем айтып бердім, бірақ ол да, анам да маған сенбеді. Ал көршіміз сенді. Ол маған ештеңе болмағаны, мен бала болғандықтан деп айтты. Уақыт өте, мен бұл оқиғаны ұмыта бастадым. Біз ол үйден көшіп, Нью-Йоркке көштік. Әжем мен атам үйді сатып жіберді. Мен бұл оқиғаны өткенде қалдырдым деп ойладым. Бірақ оқиға мұнымен бітпеді. Мектептің 2-ші курсында мен қорқынышты түс көрдім. Сол түні көрген нәрсе түсімде тағы пайда болды. Бұл жолы үлкен ағаштың артында ол тығылып тұр. Мен тек оның басын ғана көрдім. Сол кезде ол 3 сөз айтты. Сен жасырына алмайсың. Мен қорқынышпен оянып мектепке бардым. Сағат 12:30 шамасында мектепте хабарландыру болды. Бір сыныптасының мектептің алдында тежегіші істемейтін көлік қағып кетті. Ол қайтыс болған екен. Менің өңім қашып кетті. Менің түсімнің осы оқиғаға қатысы бар ма деп қорықтым. Сол күні ерте үйге қайттым. Ата-анама бәрін айттым. Бұл жолы олар мені священникке апарды. Ол маған 3 күннен кейін бір нәрсе беретінін айтты. Сол 3 күн бойы мен сол бір түсті қайта-қайта көрдім. 3 күннен кейін священник маған қасиетті крест берді. Сол күннен кейін мен ол нәрсе туралы түс көрмедім. Бірақ әлі де әр түн сайын мен көрпені басыма жауып ұйықтайтынмын. Мені қорқақ десеңдер де болады. Бірақ сол 3 сөз әлі күнге дейін менің ойымнан кетпейді. Сен жасырына алмайсың.